оқушылар. Біз бүгін қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Бүгін наурыздың 31-і. Балалар, сіздер білесіздер, наурыз айы мереке айы. Сондықтан да бүгінгі сабағымызды көтеріңкі көңіл күймен бастау үшін мерекеге арнап аз ғана сыйлығымызды бір-бірімізге ұсынамыз. Ал бастаймыз. Рахмет. Ал енді бата, көктем, наурыз мерекесімен топқа біргеміз. Сәбина бастай ғой. Бата, көктем. Наурыз, Бата, көктем. наурыз, Бата, көктем. Наурыз. жақсы. Осы аталған сөздер бойынша әр топ өзінің тобына барып жайғасыңдар. Ал балдар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы наурыз жыл басы. Наурыз біздің қазақ халқымыздың ертеден келе жатқан ұлттық мейрамының бірі. Наурыздың мағынасы наурыз патша, нау жаңа және руз күн деген ұғымды білдіреді екен. Жаңа жылдың бірінші күні деген мағынаға ие болады. Ол күнтізбелік жылдың 3-ші айы, көктемнің басы. Бәріміз білеміз, наурыз мерекесінде біз не істейміз балдар? Мерекеге барып, әртүрлі іс-шаралар өткізеді екенбіз. Міне осыған байланысты қазір сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Мөлшер үстеу туралы, жалпы үстеу туралы білімімізді байқау үшін айналмалы бекет әдісін қолданамыз. Бұл айналмалы бекет әдісінде әр топ өзінің менің парақшасына келіп, үстеудің түрлерін жазады. Кім көп жазса, сол топ жеңімпаз болады. Ал бастаймыз. Бастаймыз, отырмаңдар, келдер, әр топ өзінің үстеудің парақшаға айналмалы бекетке жазады. Иә? Сіз жаза береміз? Мені артысына сен, мені артысына. Уақытқа қарайын мен, бір минут уақыт дейін. Уақытымыз болды, тоқтатамыз. Иә, уақытпен санасамыз балдар. Бірінші тобымыз біздің. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сөз жазды. Екінші тобымыз біздің жоғары төмен, әрі бері алда. 5 сөз жазды. Үшінші тобымыз 7, 8, 9 сөз жазды. 9 сөз жазды. Жарайсыңдар, мен бір-бірімізге қойған. Ал енді мынау бағалаумен жаңағы тостағандарымды безендіресіздер. Жақсы. Мына топтар керемет оқыды бізде. Өте жақсы білесіз. Нелеріңді, тостағаншаларыңды не істейсіздер? Не істейміз? Безендіреміз. Біз базардың